3-4 сағат суға түскен балалардың қарындары ашқан екен. Бәрі де қоржын сөмкелеріне салып ала келген тамақтарын газет жазып рет-ретімен шығара бастады. Күн ыстық болса да далада, өзен жағасында ішкен тамаққа ештеме тең келмейді, деді Тәуекел тәбетінің ашылғанын сездіргендей жұтқыншақтары бүлкілдеп. Ол рас, оған менің көзім баяғыда жеткен. Қай әңгімені болсын аузын дәмдеп, тамсанып, асықпай айтатын Нұржан сөзге араласты. Нұржан суайтты тыңдай беріңдер, бірақ ауыздарың дәмде болсын, деді. Тағы да бүйректен сирақ шығарған Самат. Саматтың атқосшысы Жанасыл да қарап қалған жоқ. Нұржанды тыңдаймыз деп кеш батпасын, деді, тұздай көздері жылтың-жылтың ете. Айт Нұржан, айта бер, деді өзге балалар тақымдап. Онда кішкентаймын деп бастады Нұрекең әңгімесін. Әкем мен үлкен ағама еріп, шөп шабуға Көкжайдаққа барғанмын. Шіркін, Көкжайдақ десе Көкжайдақ-ау, ауасы қандай, теңіздей толқыған көк пүңгек бәйек аттың белуарынан келеді. Ал біздей балалар арасына кірсе, зым-зия көрінбей кетеді. Бай шүйгін деп соны айтыңдар. Шөп те сол жылы ырғын шығып еді. Негізгі әңгімеге көшсеңші. Иә, сағызша созбай, деді тағы да Самат пен Жанасыл жарыса. Әкем маған лайықтап қысқа сапты аша жасап берген. Сонымен шөп жинаймын. Күннің ыстығынан шабылған жас шөп лезде кеуіп құрқақ қаңбақтай болып қалады, деп Нұржан әңгімесін асықпай жалғастыра берді. Тағы бір жұмысым күрең биені алысырақ апарып арқандаймын. Күніне 3 мезгіл тұмаға жетелеп барып суарамын. Үй болсаңшы енді, деп қалды Саматтың шыдамы таусылып. Асық тұрма, біреу қуып келе жатыр ма, деді араларындағы ересектеу Сәдібек. Айтсын, Нұржан әңгімесін одан әрі сабақтады. Айтайын дегенім, шынында далада ішкен тамаққа адам тоймайды екен. Қайда кететінін бір құдайым білсін. Сіңе береді. Шайды да қызыл күрең етіп шығарып сіміре береміз. Сендер ойлап қалмаңдар, Көкжайдақта бәрі курорт екен деп. Қызығымен қоса шыжығы да бар ол жерде. Соныңдай керек сол. Бәсе, әр әңгіменің бір түйіні қызық тұстары болады ғой, деп балалар шулай жөнелді. Нұрекең сөзін жалғастыра берді. Күн жарықтық қызарып көкжиекке құлайды. Осы кезде Самат шек сілесі қатып, екі бүктетіліп тыпырлады да қалды.